рейстің бөгілу уақыты 4 сағаттан кем болуының ықтималдығын тап деп жатыр ғой. Ол деген сөз міне осыны есепте деп тұр. Біз енді екі тәсілмен де тауып көрейік. 4 деген сөз 4-іміз мына арада. Міне. Басқаша айтқан кезде осы араның ауданы бізге ықтималдықты береді. Толығымен 1 дедік қой. Енді 1-ден мына бір кішкентай үшбұрышты тауып ала салсақ та болады негізінде. Бірақ енді бізге белгісіз мына жер. Ораны табу тіпті де қиын емес. Бұл жерде біз функцияның x-нің орнына 4-ті қоямыз да есептейміз. 4-ті қоятын болсақ 0,12 шығады. Демек, нарадағы мән, мына жердегі мән. 0,12 екен. Сөйтіп, жаңағы аудан бойынша мысалға 0,2 қосылған 0,12 бөлінген 2 көбейтілген 4 деп мына биіктік, трапецияның биіктігі арқылы да есептей салуға болады бұл жерде. 2 міне. Демек, бізге қажеттіліктен, яғни самолеттің 4 сағатқа бөгілу, 4 сағаттан кем бөгілуінің ықтималдығы 0,64 екен. Басқаша айтқанда 64%. Мүмкін деген сөз. Енді оны біз жаңағы ережеміз бойынша есептейтін болсақ, жаңағы айттық, ықтималдықты сол функцияның шектелген фигураның ауданы табу арқылы қисықсыз трапецияның ауданы дедік. Енді бізде бұл жағдайда 0 мен 4, төменгі шегі 0, жоғары шегі 4 болады да, жаңағы берілген функция 0,2 минус 0,02x dx. Сонда алғашқысын тапсақ 0,02x минус жаңағы жер тапты екен ғой. 0,02x квадрат бөлінген 2. Енді бізде тек 0-ден 4-ке дейін. Енді жоғары шекті ғана қойып есептейміз, себебі 0-ді қойсақ 0 шығады. 0,64 екен. Міне. Демек, рейстің бөгілу уақыты 4 сағаттан кем болуының ықтималдығы 0,64 екен. Бұл А пункті бітті. Б пункті. Бөгілу уақыты 2-ден 6 сағатқа дейін десе, біз жаңағы біздің x-іміз 2-ден 6 сағатқа дейін аралықта деп тұрған. Дәл осылай 2-ден 6-ға дейін дейміз да. Жаңағы нені есептейміз? 0,2 минус 0,2 x-тің алғашқысын тауып орнына қойып шығарамыз. Алғашқысын бағандарын тауып атырмыз. 0,2x минус 0,02x квадрат бөлінген 2 болып атыр. Енді 2-ден 6-ға дейінгі мәндерді. Бұны жоғары шекті қойған кезде шықты. Минус, енді төменгі шекті қойып шығарамыз. 0,84 мынада, минус мынауымыз 0,36. 0,48 дейді міне. Демек, рейстің 2 және 6 сағат аралығында кешігуінің ықтималдығы 0,48-ге тең екен. Енді оны да бұлайынан трапеция ретінде мынарада 2, мынара 6 деп сол арадағы трапециялардың ауданы бойынша табуға болады, бірақ бізге осылай жеңіл.